Джичанок Сьюзи Ли Сихёк Қазақстанда. Осы туралы жазба барлық жерде айтылып жатыр. Твиттерда болсын, ТикТокта болсын, Инстаграмда болсын. Кеше мен стримде отырған кезде де адамдар сұрап жатыр осы жайлы айтшы деп. Ресми ақпарат болмағаннан кейін бірдеңе деп айту қиын. Мен білетін ақпарат бойынша бір аптадан бері Сьюзи Қазақстанда, одан Ли Сихёк пен Джичанок кейін олардың қатарына қосылады. Бұл тарихи жанрдағы дорама. Мужчина и гарема деп аталады. Осы Алматыда, Алматы облысында, одан кейін Бозжырада, Маңғыстауда түсірілмек деген ақпарат бар. Одан бөлек басқа ақпарат жоқ. Негізі мұндай легендарный актерлердің, әлемдік актерлердің біздің Қазақстанға келіп дорама түсіріп жатқандарына өте қуаныштымын. Өз басым бұл Қазақстанға одан сайын жақсы бір жарнама болады. Қазақстанға деген қызығушылық одан сайын артады деп ойлаймын. Өз басым осы актерлердің әрине Қазақстанда екеніне қуаныштымын. Мен де әрине көргім келеді, бірақ сталкерствомен айналыспаймыз. Өйткені Твиттерден жазбаларды көріп жатырмын. Біреу гостиницасын іздеуге тырысып жатыр, біреулер олардың ұшақпен келетін уақыттарын табуға тырысуда. Сондықтан да сталкерствомен ең бастысы айналыспайық, ал жалпы олардың келгеніне өз басым өте қуаныштымын. Сіздерде қандай ақпарат бар, қауесет бар, ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.